Кеше енді қонақтарымызды шақырып жіберіп қуырдақ істеген болатынбыз. Бүгін енді мойын омыртқасын осылай асып қойдым да, сорпа тамақ істеп, мойын омыртқасын жейін дедім. Баланың мойны тез қатаю үшін жейді. Негізі сіздер жегесіздер ма? Осы қазақтың ырымдары негізі көп ақа дұрыс келеді ғой ырымдары. Мен постоянно жеймін. Бұл енді мойын омыртқаны біресе тіспен жеуге болмайды деді оқырмандарым. Біресе оны жұлып қолмен жеу керек деп жатыр енді. Ондайларға енді сенбеймін. Тіспен же, қолмен же бәрібір емес пе? Ең бастысы тап-таза қылып, еттің барлығын қалдырмай осылай жеп тастау керек. Мынаның ортасынан ағаш өткізіп, немесе сым өткізіп, үлкен қылып есік алдына немесе жаңағыдай бөлмеге іліп қою керек екен. Мен енді сыртқа іліп қойдым. Пока баланың мойны қатайғанша осылай ілулі тұру керек екен. Сіздер негізі солай іліп қоясыздар ма? Сонымен енді үйге қайнап келерім келді. Осындай сыйлық жасады. Өткенде қайнап келген мал сойған кезде келе алмаған, ауырып, осы жолы осындай подаркасымен келіп тұр ғой. Несімен екен, пультімен күшті. Жақсы болды ғой, баланы жатқызатын, әйтпесе ана кішкентайлардан уайымдап жүргем. Бас кете ма деп. Осылай қосады екен, сенсор екен. Қазір хит болып жатқан шезлон дейді ғой. Негізі өзім алсам ба деп ойлап жүргем. Қайнап кем сезгендей алып келіпті ғой маған сыйлық ретінде. Кухня болып қалады екенсің, жақсы да, қасыңда тұрады. Тербетіліп тұрады екен да, жақсы. Кішкентай жылай бергеннен кейін жатқызып қойдық. Ременнің бәрін тағып ше, мен тез барып шайымды ішіп алайын дедім. Мен босанғалы бері сүтті шайға кәдімгідей тоймайтын болыппын негізі ше. Түнгі 1 дейсің ба, 2 дейсің ба, тұрып осылай обязательно сүтті шайды ішкен жақсы көріп ше, тамақ ішіп алам. Балаға кішкене сүт болсын дейсің. Ол бала болғаннан кейін ба, білмеймін, қомағай тоймайды ғой. Түнімен ем шығады да қарным ашып кетеді. Кейде роддомдағы вайптарды сағынып кетесің ғой. Роддомда тура осылай ішетіміз, чайникке шықпаған сүт болса да, кәдімгідей осындай сүтке, жаңағыдай шайымызге сүтті қосып жібереміз, өте дәмді болып шығады ғой. Сол енді нені сағынып жатыр ма, білмеймін. Түн ұйқым қазір енді дұрыс болмай жүр. Себебі енді түнде емізесің, тұрасың, кекіртесің, оны осыртасың, жел шығартасың, пока тышқызасың дегенде сөйтіп отырған кезде сағат 3-4 болады таңғы. Әрі қарай уже 2-3 сағат ғана ұйықтайсың. Одан бөлек мына кішкентайлары бар, олар оянады, ырбиып жылап. Сонымен ұйқым қазір дұрыс болмай жүр. Күндіз мең-зең болып жүрем ғой. Инстаграмда көп оқырмандар маған жазыпты, енді біз роддомнан келген кезде, балаға неге манеж алмайсыз, манеж дұрыс қой деп ше. Енді мен негізі 6 баламды манежге жатқызып көрмеппін, тек бесікке саламын. Өзіме де осы бесік ыңғайлы. Bir жерге кетіп жатсаң да, bir жерге шығып бара жатсаң да бесікке салып кетем. Өте қауіпсіз, жұмыстарымды ары қарай спокойно бітіріп келе берем да. Ал сіз қалай ойлайсыз, манежге салған дұрыс па, орыстар секілді, немесе бесікке салған дұрыс па? Комментарийға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды.